Мысықтың түлкіге қонақ болғаны. Бұрынғы заманда айуандардың өзінің арасында патшасы болған. Патша келген уақытта айуандар бәрі оған құрмет қылып тұратын болған. Бір күні мысық түлкіге қонаққа барады дағы: «Мен жер жүзіндегі айуандардың патшасымын, маған сойыс әкел», деп түлкіні жарлық қылады. Түлкі бұған сойыс іздеп аю мен қасқырға барады. Оларға айтады: «Менің үйіме бүтін жер жүзіндегі айуандардың патшасы келіп, маған сойыс тап» деп жайрық қылыпты. «Сойыс беріңдер», деп аю мен қасқырға айтады. Аю мен қасқыр бір қойды ұстап алып келіп: «Мә, осы қойды сойысқа бер», деп бір қой берген. Енді түлкі айтады: «Сендер біреуін барып сойып беріңдер, мен баруға қорқам». Түсі тегі жаман, көзі қып-қызыл. Аю мен қасқыр: «Сен өзің барып сойып бер, бізден гөрі аз да болса танысып қалдың», деп түлкінің өзін жібереді. Түлкі барып қойды сойып пісіреді. Дайын болған уақытта патша қала жейді екен деп патшаның жегенін көреміз деп аю ағаштың басына шығып отырады. Қасқыр ағаштың жанындағы шөпке жасырынады. Түлкі етті пісіріп патшаны шақырады. Мысық етті жұлқып жеп жатса, жанындағы шөп астында бір нәрсе қимылдай бастайды. Мысық тышқан аулауға үйреніп қалған емес пе? Шөп үстінде секіріп мінгенде қасқыр тұра кеп қашады. Патша бізді көрген екен деп алды-артына қарамастан жоғалады. Сонан соң мысық ағаш басындағы қимылдаған нәрсені көріп, ағаш басына жүгіріп шыққанда аю мені өлтірер келе жатыр екен деп ол да ағаш басына түсіп қаша жөнеледі. Солай қылып мысық алдап сойысын жеп үйіне қайтады.